Үлкен кісілердің денсаулығын күшейтуге ықпал етуді қолға алайық, құрметті арулар. Біз қазір сіздермен бірге халықаралық деңгейде танымал болып жүрген аспаз, бірдеңе мың оқырманы бар Гүлсана Іслеуовамен бірге Ишмайдан әдемі бір тағам дайындаймыз. Өзінен сұрайық, ендеше Гүлсана Іслеуова біздің студиямызда қонақта. Келіңіз, тез келіңіз. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет. Біз көрермендерді көрсетіп алатын әдетіміз бар. Осындай әдемі аруларды көріңіз, таныңыз. Мен қолыңызды ұстаймын, мен қазір джентльмен боламын. Сізді бір айналдырып. Мынау киіміңіз қандай әдемі? Иә. Жағадағы жалауды қарамаймыз ба? Жалау бұл менің 20 жылдық тәжірибемнің бар екенін білдіреді. Бұл генерал емес, бұл... Иә, 20 жылдық мен тәжірибем бар екенін білдіреді. Бұл менің мынау өзіміздің қазақ екенімізді білдіріп тұрсын деп. Жон, кеттік жүріңіз. Асүйге барайық енді. Не болса да, Гүлсана, сіз жақында Түркияға барып этнофестивальде өнер көрсетіп келді дей ма? Иә. Иә, қандай фестиваль айтып беріңізші, мен тағамын қазір. Орныңызға жайғаса қойыңыз. Этношоу фестивалі халықаралық 20 елдің аспаздары келді. Не істедіңіздер? Жаңа әр ел өзінің ұлттық тағамдарын жасады. Тамаша ғой. Жаңа Гүлсанамен әрлеу бөлмесінде біраз сөйлесіп қалдық. Сол жерде айтып беріп жатыр, Түркияға бардыңыз, иә? Иә, Түркияға бардым. Қандай тағам дайындадыңыз? Түріктерге біздің қандай тағамды ұсындыңыз? Мен өзіміздің ет тағамымызды ұсындық және қуырдақ жасап бердім. Өте керемет, ұнады. Біз енді ет тағамында қазы, шұжығымызды осынан алып кеттік, ал сиыр етін сол жақтан алып сиыр етімен дайындап бердік. Өйткені түрік елінде жылқы етін онша көп қолданбайды екен. Жалпы түрік елінде ет бар ма? Бар екен. Аз сияқты сол жерде ет. Жақсы, бүгін біз не дайындаймыз? Бүгін біз қойдың іш майынан, қойдың бауырынан әдемі керемет бір тіске басар дайындаймын. Өте тез әрі дәмді болады. Табанын қыздырып қоймыз, табаны қазір керегіміз, әзір сосын. Енді мен де бірдеңе істейтін адам болып қасыңызда тұрайын. Мен де қазір біздің экран алдында отырған көрермендердің позициясындамын, үйренуші. Сондықтан мүмкіндігінше көбірек ақпарат беріп бізге үйретіп көрсетсеңіз қуанып қаламыз. Жақсы. Бізге не керек? Бауыр керек? Бізге бауыр керек. Қойдың бауыры. Және өздеріңіз көріп тұрғандай қойдың бауырының мен сыртындағы қабығын аршып жатырмын. Бұл жеген кезде тіске өте әдемі жұмсақ болады. Соны алмаса кейде бауыр шынымен қатты болып қалады. Иә. Іші әдемі болып піспейді. Айтыңызшы, бауырды мұздатқышта қатыруға бола ма? Қатыруға болады, енді бірақ өте көп емес. Негізі бір рет еріткеннен кейін қайта салмаған дұрыс дейді, солай ма? Ол да дұрыс. Өйткені көбінесе таза күйінде сол малды сойылғаннан кейін тез арада сол кезде тағам жасап, әдемі алып жеп жатса өте дәмді болады. Яғни, құрметті көрермендер, ардақты аяулы арулар, бұл мал сойылған күні дайындалатын тағам. Болмаса, сойылған мал, жаңа сойылған малдыкін сатып алып келіп, әдемі тіске басар. Құрамындағы дәрумені өзінде сақталып тұрады дегеніміз. Енді тіске басарларды негізі оңтүстікте көп дайындайды. Солтүстікте бірден қонақ келген бойда асқан етті қоя салады да, артынан жеңіл-желпі шай береді. Салат бірдеңе. Оңтүстікте мен байқаймын, әсіресе Қызылорда өңірі, Шымкент, әсіресе Қызылорда бірінші осындай неше түрлі тіске басарлармен шай береді. Сосын басылмай жатып үлкен асты береді, одан кейін тағы бір ас береді. Мен Қызылордадамын. Өзім жерлесімге ғой, сол мақтанып тұрған тұрым ғой. Негізі, бірақ Қызылорданың адамдары семіздікке статистика бойынша ең аз шалдыққан дейді. Мәселе тіске басарда ма сонда? Неде айтыңызшы? Ол бізде көп қозғалады ғой, тіршілік, жұмыс, бақша егет деген сияқты көп қозғалады. Мүмкін содан ба деп ойлаймын. Бір жағынан әсімәзір жалпы жеңіл ғой, ол жақтың малының еті де жеңіл сияқты көрінеді маған. Жақсы, бәрін аршып аламыз. Мынаны не істеймін? Бірдеңе істеп тұрайын енді шамалы. Бауырды тазалап алдық сыртын, құрметті көрермендер. Бауырды тазалап алдық. Енді осы бауырды қазір мен ет тартқыштан өткізіп аламын. Сол үшін оған дейін мен қазір ұсақтап, ыңғайлы етіп турап алайын. Жақсы. Ішмайды не істейміз? Ішмайды қазір осы ет тартқыштан өткізіп болғаннан кейін майдалап турап соғасамыз, сосын қуырамыз, Иә. Солай ма?
Бұл енді қойдың бауыры, иә? Бұл қойдың бауыры. Негізі жаңа айтып жатырмыз ғой енді біз. Онда тұрған ешқандай әбестік жоқ, әркімнің өз қалауы. Қазір көпшілік қойдың етін онша алмайды, байқаймын. Солтүстікте әсіресе қойдың еті онша танымал емес. Бұның орнына сиырдың, жылқының бауырларын қосып беруге болады? Болады. Әрине болады. Бірақ қойдікі жеңіл болады дейді? Қойдікі жеңіл болады. Тауықтікі одан да жеңіл болады деген сияқты. Негізі бірақ бар ғой, қойдың еті ауыр болады деп айтады ғой, ең баяу қорытылатын. Бауыры сонда жеңіл болады ма? Бауыры жеңіл болады, бауыр тез піседі, өте әрі дәмді, сосын бауырда дәрумендері көп. Сосын жаңа айтып жатады ғой, қаназдыққа бауырды жесеңіз өте керемет, тез арада... Гемоглобин төмен болса, иә? Иә, гемоглобин төмен болса, тез арада сізге көмектеседі. Ал керек болса, әсіресе осындай кезде. Жақсы, бауырды турап алдық, не істейміз? Бауырды енді турап алдық, бауырды қазір ет тартқыштан өткізіп аламыз. Иә, құрметті көрермен, біз студиямызда енді тікелей эфирдеміз, блендерден өткізе берейік, дегенмен үйде асықпай өзіңіз ет тартқышыңызбен өткізе берсеңіз болады. Сонымен бір қойдың бауырын осылай турап, сыртындағы қабығын тазалап алдық. Астап осылай блендерден майдалап аламыз. Ұнтақтап. Содан кейін енді мен мына жерде байқап тұрмын, бұл сана бізде қайнаған күріш тұр, иә? Сосын 2 бас пияз тұр, қызанақ тұр және салатқа арналған жапырақтар тұр. Қазір қойдың іш майы бар. Қазір осының барлығынан әдемі тіске басар дайындайын деп жатырмыз, үйреніп алсаңыздар болады. Бұл тіске басардың аты қандай? Тіске басардың аты? Тіске басар. Өзіміз қоймадық па? Иә, өзіміз қоймадық қазір. Жақсы, Түркия туралы айтып беріңізші. Жалпы Түркия елінің асқан жағы енді қанша мемлекеттің аспаздары қатысты дейсіз? 20 елден 20 аспаз келіп қатысты. О, қандай тамаша. Өте керемет болды. Ет астыңыз, иә, ол жерде? Ет асып, түріктерге Гүлсана ханым қуырдақ пісіріп берген екен. Кім бірінші орын алды сонымен? Бұл жерде фестиваль ма? Иә, орын бермейді. Иә, орын берілмейді. Бұл фестиваль әр елдің өздерінің негізі біздің ұлттық тағамымызды өте әдемі қылып айтты. Менің ойым, иә, таныстырдық. Менің ойымша біздің ұлттық тағам ұнады. Енді ол жақта мен сіздерге айтып жатырмын ғой, жаңа жылқының етін көп қолданбайды екен. Бірақ енді өзіміздің мынау жаңағы түрік елінің жаңағы не дейміз? Асханасы? Түрік елінің жаңағы президентіміздің баласы, сол біздің жаңағы қазы, шұжығымызды жақсы көреді екен. Соны айтып жатты, барлығына дәріптеп, түсіндіріп өзінің жанындағыларға. Өте керемет. Енді шыны керек, Түркияға сан рет барып жүрміз ғой, жұмыспен де басқамен де. Ол жақтың тұрғындары біздің асханамызға қатты қызығады. Бізде еттің көптігіне, ол жақта енді барлығы өзім қарным тоймай қайтады, шын айтсам, ше. Әйтеуір еттерді тартқыштан өткізіп, нанмен араластырама не істейді білмеймін, ешқандай қорегі жоқ болып шығады ғой. Ол рас, көбінесе етті жаңағы ет тартқыштан өткізілген күйде көп қолданады екен. Ішіне дәмдеуіш көп қосады. Ішіне дәмдеуіштерін көп қосады, сосын жаңағы көбінесе наннан тағамдары өте көп екен. Наннан. Нан әдемі әрі дәмді болу үшін сармай дейміз ғой өзіміздің. Сармайды көп қолданады екен. Түріктердің наны керемет, иә. Әркім барымен мақтанып, біздің барымыз ет, біздің барымыз мал. Шүкір, иә, ондайға. Жайылып жүрген үлкен кең байтақ даламызда. Аллаға шүкір. Сонымен бауырды сондай ет тартқыштан пюре сияқты деңгейге жеткізіп қараңыздар, құрметті көрермендер. Иә, осындай қоймалжың жағдайда осындай болып тұр. Бір тал пиязды алып, ұсақтап, майдалап, турап алдық. Енді осы пиязды осы жаңағы бауырдың ішіне саламыз. Ең бастысы, құрметті көрермендер, бауырдың сыртындағы жіңішке қабықты алып тастауды ұмытып кетпеу керек. Әйтпесе арасында қатты-қатты болып сағыз сияқты болып қалады, иә? Солай ма? Иә. Және жаңа өзіңіз айтқандай, мінеке біздің күрішіміз бар, асылған күріш. Сол күрішімізді қосып. Әсіп сияқты ғой? Иә, әсіп сияқты.
байқап қойдыңыз ба? Әсіп деген бар, құрметті көрермен. Білетін болсаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Қазір әсіп деген тағамды Қызылордада, жаңа Шымкент жақтарда көп. Енді бұл жерде әсіпті өзіңіз білесіз, ішекке салынады ғой, қойдың ішегіне сал. Бұл жерде қойдың іш майына орап жасайық деп жатырмыз. Бұл әсіптен де өте керемет дәмді болайын деп тұр. Көреміз қазір, құрметті көрермен. Негізі әсіп арасына күріш салынады, осылай бауыр немесе басқа бір етпен тартқышынан өткізіп, кішігірім шұжық жасайды. Ал мына жерде бауырды және нені? Пияз, күріш араластырдық. Және бізде іш майымыз бар, басты кейіпкеріміз. Басты кейіпкер деп қоям. Ал мынау жағы қасына ұсынуға, әдемі? Қасына әдемі етіп, безендіріп жасап бергенге. Қазір мінекей қара бұрышымыз себеміз. Бұны немен бірге ұсынған дұрыс? Бұны енді қонақтан қалауы бойынша дейміз. Қасына күріш қосып берсеңіз де болады, бір ыстық тағам ретінде. Немесе жаңағыдай әдемілеп мынадай жаңағы нені салып берсеңіз, бұл бізге жаңағы тіске басар болып та есептелінеді. Салқындатып та беруге болады. Салқындатып та беруге болады. Түркияға оралайық қайтадан. Жаңа халықаралық аспаздар фестивалінде 20 мемлекет болды дедіңіз. Қай мемлекеттің асханасы сізге ұнады? Шынымды айтсам, біздің асханадан басқа ешқандай асханаға ешқандай не жетпейтін сияқты. Идеясын ұрлап алатын бірдеңе болған шығар енді, қойыңызшы. Енді былай қарап тұрсам, енді Қырғыз елінен де барды, мынау жаңағы Қырғыз елінен де барды, және өзіміз білетін нені айтып жатырмын. Түркі тілдес халықтар, иә? Түркі тілдес Қырғыз елінен барды, және Өзбек елінен де барды. Енді сізге айта кетейін, мен Қырғыз елінің аспаздарынан сұрадым, не тағам жасайын деп жатсыздар деп. Олар да бешбармақ жасайық деп жатырмыз деп. Ет асайық деп жатырмыз деді. Сосын енді мен енді өзім шынымды айтсам, қызғанып қалдым деп айтсам да болады. Негізі оларды жақсы көреді. Бірақ бешбармақ деген атау сол өзбектер ғой. Өзбектердің бешбармақ деп. Бармақ деген бізде мынау саусақ қана болса, құрметті көрермендер, өзбектер бес саусақты да бармақ дейді. Бешбармақ деген сөз жалпы өзбек ұлтынан келіп тұрған. Олар да қолмен жейді, бешбармақпен жейді, етті асып, бірақ олар дәмдеушті көп қосады. Ал бізде ет дейді. Жай ғана бас табақ, ет, басты ас, негізгі ас деп айтады. Бешбармақ деген кезде үнемі бір жаңағы ұрса беретін мұғалімдер сияқты айтқым келеді. Жоқ, ет деп айтыңыз деп. Солай. Олар да ақыры ет асты, Жоқ, олар ет асқан жоқ. Қырғыз елі ет асты. Қырғыз елі ет асты, бірақ мен енді ойлап қалдым. Қырғыз елінің палауын асты, Қырғыз елі палау асты және ет асты. Сосын мен ойлап қалдым, енді ол қазір ортақ болып кететін болды-ау, енді мен құсап қамыр илей ма деп. Сөйтсем жоқ, олар жаңағы жайма сияқты, не дейді, кішкентай дайын нан салып жатыр екен. Менің нан жайып атқаным 200 адамға тағамдайнаймыз ғой. Нан жайып атқаным барлығына қызық болды ғой. Ол бөлек өнер ғой, құрметті көрермендер. Нанды жалпы қолдан жайған кезде бұл шыны керек алақанда ең көп нерв жүйелерінің ұштары бар, Аруларда көп, әйелдерде біз көп жағдайда ренжиміз, үндемейміз, айтамыз дейміз, айтпай қаламыз. Осы алақан арқылы оқтаумен жайған кезде сол нервтер ақырын түйіндері шешіле береді екен. Сол үшін қамыр жайып тұрған дұрыс, құрметті арулар. Мант істейсіз ба, ет асасыз ба, лапша дейсіз ба, мүмкіндігінше қамырын қолдан жайыңыз. Әрі дәмді болады бір жағынан. Үндемей тұрып жайып ойланып кеткен деген тамаша емес па? Өте керемет, әдемі түсіндірдіңіз. Негізі, Ал жалпы бір жағынан енді ұлттық асханамызға тоқтала беретін болсақ, пәлсапасы көп оның, етке, сорпа бетке дейді. Мысалы, сорпан көпшілік кейінгі кезде айтам, байқаймын, үлкен қалың жаңа қазының майымен 2 сантиметрлік майлармен дастарханда тұрғанда, мұнаның бәрі холестерин ғой дейді. Жоқ жаным, сорпамен жетін болсаң, ол холестерин емес, ол коллаген деп айтқым келеді. Сондықтан нені де қалай тұтына білуді де білу керек сияқты, Дұрыс айтасыз. Міне қараңыздар, құрметті көрермендер, мынау керек емес пе? Алып тастайын, Құрметті көрермендер, мынау бізді бауырды тартқыштан өткіздік, піскен күріш қостық. Күрішті қатты жұмсақ етіп пісірген жоқпыз, байқауымша. Шамалы қаттылау, альденте дейді ғой. Италиялықтар. Жаңа бір бас пиязды майдалап турап салдық. Міне енді іш майға орап жатырмыз. Орап жатырмыз. Сосын және егер өзіңізге ыңғайлы етіп, ет
мына жаңа ыңғайлы етіп мына жерден шұқығышпен не қылып қойсақ та болады, түйреп бекітіп қойсақ та болады, және жіппен өзіміз ыңғайлы етіп орап байлап қойсақ та болады. Біз не істейміз қазір? Біз енді тіс шұқығышпен. Тіс шұқығыш тап дейсіз ғой маған, иә? Қазір табамыз. Қыздар, тіс шұқығыш әкеліп берейікші біздің студиямызға. Құрметті көрермен, біз қазір жаңағы таяқшаларымызды тауып алайық. Аздаған бізге үзіліс беріңіздер. Осы оралған іш май, ішінде бауыры бар. Көрсетіп жіберейікші. Осының барлығын қазір майлы табаға қуырамыз ба? Жоқ, майлы емес, майсыз табаға қуырамыз, өйткені бұның өз отымен, осылай қуыра бастаймыз. Қазір қалай болған көрсетеміз сіздерге. Алыс кетіп қалмаңыздар, біз қазір келеміз. Өмір көркем! Өмір көркем, құрметті көрермендер, дәл солай. Үнемі айтатын әдемі бір дүниеміз бар. Үнемі айтудан жалықпаймыз. Ас үйде әдемі бір тағамның иісі шығып жатса, мына жерде арулар әдеміліктің, өмірді көркем етудің әртүрлі тәсілдерін талқылап жатса, табыс пен жетістіктердің құпияларын біліп отырсақ, жаңасын танып отырсақ, өмір қалайша көркем болмайды. Біздің студия сол әдемі үйлесімділіктің студиясы, ардақты ағайын. Сағат 12-ден 1-ге дейін күн сайын көруді әдет қылсаңыз, сізде шынымен де позитив өміріңіз де көп болады. Жарнамым қалай болды? Бүгін мысалы, күн салқындады, шыны керек әдемілеп шашымызды сәндеп аламызды, жұмысқа барғанша бүлдіріп алғымыз келмейді. Сол кезде көпшілігіміз орамал тағамыз, шарф тағамыз, ешкім бастыртып бас киім кигісі келмейді. Өйткені шаш майланып кетеді, бас терісі майланып кетеді. Содан бірақ жаңағы орамалдар сырғып түсіп кете береді, жел болса құлап кете береді. Солардан сақтану үшін, әдемілеп нып-нығыз қылып тағып қою үшін, ешқандай инесіз және сәнді болу үшін не істеу керек деген сұрақ қойып едік. Стилистіміз бірден бірнеше нұсқа ұсынды. Ол нұсқаларын сіздерге көрсеткіміз келіп тұр. Айнұр Қазтай, стилист, студиямызда қонақта. Ендеше Айнұр ханым, келіңіз. Ас үйге бармаймыз, бері қарай келеміз. Білем дәмі әдемі болады, иә. Айнұр ханым, сізді Гүлсанаға ас үйімізге қарай шақырғым келіп тұр. Тамаша, күн салқында мойнымызды орауды үйрендік. Иммунитетімізді қатайтудың тәсілі мына жерде енді іш май және бауыр, пияз және күріштен осындай керемет тіске басар дайындалып жатыр. Гүлсана ханым, сіз деген кәдімгідей ғажайып жасап жүрсіз. Керемет болып енді асымыз дайындадық. Қыздар келіп қалған екенсіздер. Кішігірім дизайнерлерден кем болмайды. Көрсетіңізші қызанақтан жасалған Раушан гүліңіз. Бізде санаулы секунд қалды. Сән үйінің қызы келіп тұрғаннан кейін менде енді құр қалдырмайын деп неке осындай әдемі Гүлсана ханымның инстаграмдағы тамақтарды ұсынатын кездегі биі бар әдемі. Кән билеп жүреміз ба? Тамаша. Иісі мұрынды жарады, құрметті көрермен. Міндетті түрде көріп, үйреніп, дәм татуға кеңес береміз. Рецептісін ютубтен қайталап көрген кезде біліп алсаңыз болады. Ас болсын. Осынысымен, дәмді тағаммен, жылы сәнді киімімен көркем. Алыстамаңыздар, ертең эфирде қауышамыз. Керемет. Ертең, рахмет.